өркендеуіне үлес қосқан социалистік еңбек ері Нүсіпбек Әшімбаевтың 115 жылдығы. Түбірлі той мен ауыл халқының көңіл күйі тілші материалында. Хан Тәңірі баурайындағы Сарбастау ауылының тарихы терең. 1930 жылы Ленин атындағы колхоз болып құрылады. Алмағайып заман ауыл жұртын айналып өтпеген. Десе де халық қайыспай жергілікті шаруашылықты дамытып, аядай ауылдың өркендеуіне үлес қосқан. Соның арқасында қазір Сарбастауда 2000-нан аса түтін бар. Жастардың бастамашылдығы өте жоғары. Осы ауылдан қазір үлкен ұжым құрылған, кооператив құрылған. Бүгін күнде солар 2000 гектарға жуық жерді игеріп, техникамен қамтылды, басқа да жұмыстарын бастап жатыр. Одан бөлек мемлекет қолдауымен жаңбырлатып суғару бойынша қазір 1000 гектардың үстінде жерге сол су өңдеу технологиясын қолданып жатыр. Ал ауылдың тыныс тіршілігі социалистік еңбек ері Нүсіпбек Әшімбаевтың ғұмырымен тығыз байланысты. Ұжымшарды 30 жылдан аса уақыт абыроймен тізгіндеген ардақты азамат колхоз қойын арқар меринос тұқымымен асылдандырып, қой фермасын өркендетті. Одан бөлек әгөңдейтін цех, кірпіш зауытын іске қосып, халықтың әл-ауқатын көтерген. 1000 жылқы, 1000 сиыр болды ауылда. Екі жерде жаңағы сүт өндіретін ферма жұмыс істеді. 7000 гектар жер астық болды. Бұл астықтың бәрінен жаңағы 20-30 центнерден жоғары өнім алынды. Ешқандай суы жоқ, ағып жатқан өзені жоқ ауыл. Соның басынан 7 көл салды. Қазір ауылда егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Жоңышқа шөпті суғаратын 3 бірдей тоспақ қайта қалпына келтіріліп жатыр. Оның 2-і қолданысқа берілді. Мектеп, балабақша, мәдениет үйі, медициналық нысандар сынды мәселелерде толықтай шешімін тапқан. Айдана Қуантхан, Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна, Алматы облысы.